Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы таза болса табиғат, аман болар адамзат деп аталады. Бүгінгі сабақта мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі дәріс, мақсатты аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды, мәтін үзінділерін талдау. Сіздің меңгеретініңіз арнайы мәтіндегі терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды талдауды меңгересіздер. Шешендік сөздің сипаты туралы ұғым қалыптастырасыздар. Оқушылар, сабағымызға бір қадам жасау мақсатында мына сұрақтар аясында ойланып көрейікші. Әлемнің қай мемлекетінде экологиялық мәселелер белең алуда? Ғаламдық экологиялық дағдарыс дегенді қалай түсінесіздер? Білім алушы достар, мәтінді менімен бірге оқи отырып, көтерілген мәселені анықтаңыздар. Негізгі дерек көздерін топтастырып көріңіздер. Қазіргі әлемде экологиялық мәселелер өзінің қоғамдық мәні жағынан алдыңғы қатардағы мәселелердің біріне айналды. Тіпті ядролық соғыс қаупі де оның көлеңкесінде қалып қойды. Адамның шаруашылық іс-әрекетінің қауырт дамуы табиғат ахуалының күрт төмендеуіне әкеліп соқты. Көп жағдайларда орны толмас зардаптар қалдырды. Экологиялық дағдарысты кез келген аймақтан көруге болады. Адамды құтқару дегеніміз табиғатты сақтау. Адам әрекеті жер бетіндегі суды, ауаны ластап келеді. Күн сайын өнеркәсіп орындары ауаға орасан зор улы газ және өте майда бөлшектерден тұратын қоспаларды шығарып жатыр. Олар ауамен бірге жер бетіне тарайды. Кейде оларды жел алғашқы шыққан орыннан мыңдаған километр жерге ұшырып апарады. Міне, сондықтан да газ немесе қатты зат түрінде бөлініп шығатын заттардан ауаны қорғаудың адам денсаулығы үшін маңызы зор. Мутагенді өзгерістер тудыру адамзат баласының алдында тұрған үлкен мәселе. Ауаның әртүрлі жолмен былғануы атмосферада бірте-бірте мутагенді өзгерістер тудырады. Мысалы, қалалардың үстінен 2000-2500 метр биіктік көлемінде газдар мен ұсақ бөлшектерден тұратын қара қошқыл түтін басып тұрады. Осындай құбылыстардың нәтижесінде күннің ультракүлгін сәулесі жетіспей, қала ішінде жұқпалы ауру тарататын микробтар көбейеді. Адамдар неше түрлі ауруға шалдығады. Фотохимиялық тұман өсімдіктер әлемі мен жануарлар дүниесіне де орасан зиян келтіруде. Осыған байланысты шетелдерде де және біздің республикамызда да атмосфералық ауаны таза ұстау мақсатында автокөліктердің қозғаушы күшін жетілдіру, нейтрализаторлар орнату, газ бен электр қуатымен жүретін көліктер шығару міндеттері қалыптастырылуда. Егер бұл мәселелердің шешуін тауып, алдын алмаса, ауаның жер бетіндегі қабатын көлік және өнеркәсіп газдары мен түтіннен тұратын қалың тұман басып, күн сәулесі жиналған газдарды ыдыратып, улы қоспалар түзеді. Мұның салдарынан адамдардың көзі ауырып, өкпесіне улы газ толып, үздіксіз жөтеліп, тынысының тарылуы мүмкін. Бұл экологиялық дағдарыс үлкен күйзеліске ұшыратып, жүздеген, мыңдаған адамның өмірін жалмайды. Оқушылар, тыңдалым мәтіні бойынша экологиялық мәселе аясында ойымызды бір арнаға топтастырып көрейік. Экологиялық мәселе. Атмосферада мутагенді өзгерістердің пайда болуы. Ауаның түрлі жолмен ластануы.
Атмосферадағы мутагенді өзгерістердің алдын алу. Күннің ультракүлгін сәулесін қадағалау. Білім алушылар, бүгінгі сабағымыздың ой қазына айдарында шешендік сөздің сипаты туралы ұғым қалыптастырамыз. Шешендік сөздің сипаты. Аристотель риторика атты еңбегінде шешендіктің 3 элементтен тұратынын көрсетеді. Сөйлеуші адам шешен, сөйленетін сөз, тыңдаушы топ, аудитория. Шешендік сөз көпшілікке қарата ауызша түрде айтылатын сөз. Тікелей тілдік қарым-қатынаста ауызша сөздің мүмкіндігі көп. Шешен аудиториямен жүзбе-жүз қарым-қатынаста болып, тыңдаушыға тікелей әсер етеді. Шешен сөйлеп тұрған кезінде аудиторияның қас-қабағын сезіп, қажет жағдайда өзінің сөзіне түзетулер енгізе алады. Шешеннің сөзі тыңдаушыларға тіл арқылы ғана жетіп қоймайды, оған дауыс ырғағы, бет-жүз құбылысы, дене қимылы да қатысады. Тілдік емес әрекеттер жүйесі сөйлеген сөздің мазмұнын толықтыра түседі. Шешеннің аудиториямен кері байланысы бет жүзіндегі құбылыстар арқылы жүзеге асып отырады. Оқушылар, мынаны есте сақтаған жөн. Мағына жағынан бір-біріне қарсы, аралары алшақ жатқан екі нәрсені бетпе-бет қою антитеза, шендестіру дейді. Нәтижесінде белгілі бір зат, құбылыстың, ұғымның суреті, сыр сипаты қарсылықты қатынаста бейнеленіп, соның негізінде сөздің экспрессивті эмоционалды болуы қоюлана түседі. Көбінесе антонимдер арқылы жеткізіледі. Мысалы, өссе тілім, мен де бірге өсемін. Өшсе тілім, мен де бірге өсемін. Үлкен қара үйдің іші де, ертедегі байлықтың, қазіргі күндегі жұтаң кедейліктің жайын айтып тұр екен. Білім алушылар, жоғарыда берілген анықтаманы негізге ала отырып, шешендік сөздің ерекшеліктерін ұсынылған кестеге түсіріп көріңдер. Шешендік сөз. Шешендіктің элементтері. Ғалым пікірі. Шешендік сөздің ерекшелігі. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.